Адам өмірі бір-біріне ұқсас келеді ғой, көбінесе. Олай деуіме көршім Гүлім апай мен өз анамның тағдыры. Өмір жолдары себеп болып тұр. Олардың өмірі, мінездері өте ұқсас жандар. Ата-анадан 2 қыз, 1 ұл дүниеге келдік. Анамның көп бала тууға денсаулығы жарамады. Бірақ кілең қыздар болған соңғы үмітпен 3-ші құрсағын көтерген. Сонда ұл екенін білген соң ата-анамның да біздің де қуанышымызда шек болмады. Әрине, ізін жалғайтын ұл кімге болса да керек-ақ. Осы жалғыз ұл дүниеге келген соң әкемнің де анамның да жүзіне күлкі ұялап, көңілдері жайланды. Тірліктері де оңалды. Алдын айлықтан айлыққа әрен ілігіп күн көретінбіз. Ол баланың несібесі жақсы болды ма, әлде табысымның берекесі артты ма, әйтеуір жағдайымыз әлде қайда жақсарды. Әкем 2 қызды да оқытып диплом әперді. Тенімізге қосып той жасап ұзатты. Анама сұлулық салонын ашып берді. Өзі құрылыс материалын сататын дүкен ашты. Ініме көлік жөндейтін жуатын орталық ашып кәсіппен айналысты. Төркіннің мықты болса, қыздың артық уайымы жоқ қой. Бізде әрқайсымыз әр елдің түтінін түтетіп, жақсы келін болуға тырыстық. Көз тимесін деп айтайын, тұрмысымыз бұзылып, төркініне келген қыз болған жоқпыз. Ата-енеміздің көңілінен шығып, ата-анамызға тек алғыс естіртіп жүрген жайымыз бар. Менің айтпағым жалғыз ініміздің келіншегі туралы болмақ. Інім үйленген кезде әке-шешем барлық жиған тергенін шашты. 30 күн ойын, 40 күн тойын өткізді десем артық болмас. 1 ай бойы үйден қонақ үзілмеді. Босағасынан аттаған келінді төбесіне көтерді. Келініміз қаланың қызы, үйінің еркесі, анасы ұзататын кезде үй шаруасына шорқақ үйретсеңіздер бәрін жасайды деген еді. Әрине, ешқайсымызда тірлікті дөңгелетіп әкететін ас болып барған жоқпыз ғой. Анамызда үйренгенімізді жасадық. Одан қалса енеміз, абысындарымыз білгендерін үйретті. Солай жыл өткен сайын бейімделдік қой. Бұл жас келінді де анам осылай икемдеп алу керек еді. Бірақ анам өмір бойы жас болып жүре берем деп ойлады ма, әлде жалғыз келінін жұмысқа жеккісі келмеді ме, әйтеуір көп жеңілдік жасады. Бүгінде сол ісіне өкінеді. Келініміз алғашқы кезде ата-енесіне бізге сәлемін салып, басына орамал орап жүрді. Ас үйдің тірлігіне епсіз болған соң анам жанында жүретін. Біз де алғашқыда солай болдық. Бірақ 2-3 айдан соң бәрін игеріп кеттік қой. Ал анам осы уақытқа дейін қазанды өзі қайнатады, үйді де жинайды, кірді де жуады. Өйткені келіннің уақыты жоқ. Таңертең жұмысқа кетіп, кешке бірақ келеді. Алатын айлығы өзінен артылмайды. Оның киімі, косметикасы, жүріс-тұрысына ақшаны әкем береді. Жарайды, өздеріне сол өмірлер ұнайтын шығар, кеткен қыз болған соң көзімізді жұмдық. Оның үстіне анам да тыныш келіп, тыныш кетіңдер. Өз келінімді өзім тәрбиелеп аламын деген соң жұмған аузымызды ашпаймыз. Бірақ төркінімізге келген сайын қынжылып қайтатынымды қалай жасырайын. Мақтанғаным емес, үйімізден шылау түгілі шаң көрінбейтін. Кілемнен қыл таба алмайтынбыз. Қазір отыратын көрпешеден жиіркенетін халге жеттік. Анамның оны тазалайтын шамасы жоқ. Жасы 70-ке жақындаған қарттан не күтесің? Ал келін болып түскеніне 20 жылға жуықтаған келініміз бетін бояумен уақыт өткізіп жүр. Оның сыртқы сұлулығы, жұмыстағы абыройы бізге не керек? Үйдегі жалғыз ата-ененің бабын жасай алмай жатса. Інімнің де ештеме көрмейтін көзіне таң қаламын. Жарайды, еркек қой. Еркектің көбісі үйдегі майда шүйде тірлікке көңіл бөле бермейді ғой. Бірақ қазан асып, тамақ жасамайтын, үй жинап тазалыққа көңіл бөлмейтін әйелін неге тәрбиелемейді екен? Қонақ күтуді де қатырып жатқан жоқ. Айналдырған 2 қайынбекесін көп көреді. Төркіндеп келе қалса қабағы ашылмайды. Әншейінде шашылып жатқан ұл қыздарын тәрбиелеп, айғайлап, ұрсып кетеді. Ата-енем, жезделерім, қайынбекелерім отыр демейді. Бұл бізді сыйламағаны ғой. Төркінге келетін кезде ескертпейтін де болдық.
Әйтпесе, анам шала бүлініп қазанға ет салып әбігерге түседі. Одан да ата-анамды алып дәмханаға бара салғанды жөн көріп жүрміз. Інім мен келінімнің 3 қыз 2 ұлы бар. Қыздары да бой жетіп қалды. Бірақ аналары түрі анау болса, олар қайда барсын? Ас үйдің тірлігін жасау тұрмақ өз бөлмелері мен киімдерін жинауды білмейді. Шаштары жалбырап түске дейін ұйықтайды. Сабақты да үздік оқитындарына күмәнім бар. Әйтеуір әдемі киімді киіп алып барып келеді. Жегісі келген тамағын әжесіне айтады. Қажетті заттарын аталары түгелдейді. Ата-анасының тәрбиелеп үлгі болып жатқанын көрмейсің. Бұл үшін келінді де кінәлай алмаймын. Бұл үшін мүмкін дер кезінде икемдемеген анамның қателігі шығар. Десе де болашақтың тым жақын екенін ата-анам білмеген ғой. Негізінде анам жас келіннің қатты аяған болатын. Таңертең ерте тұрып таңғы ас беруді орнына ұйқысы қанғанша жататын. Тәрбие осыдан бастап бұзылды. Сосын сәлем салмай-ақ қой, өзіңе ыңғайлы киім кие бер, басыңа орамал орамай-ақ қой. Уақыттары болмай қалса кафеден тамақ тапсырып бере саламыз деген тыйымдарына қазір өкініп жүргені анық. Әкем де анамның бұл әрекетіне қой демеді. Десе дегенде шығар, бірақ тыңдамаған болу керек. Қазір келініміз бізге де сәлем салмайды. Тырыстырып шалбарын киіп алады да тайрандап алдымыздан шығады. Осы уақытқа дейін басына байлайтын орамал да сатып алмаған шығар. Үйдің еркектері әйелдің тірлігіне араласпайды. Ақша тауып үйдің қажетін өтесе болды ғой. Мұндай кезде барлық жауапкершілік ененің мойнына жүктеледі. Ене уақытында келінге дұрыс бағыт бере алса, соның жемісін жейді. Енді қартайған ата ене келіннің сыйына зар болып отыр. Біреулердің келіндері еліп сәлем салса, көздерін төмен түсіріп, көңілдері қамығып қалады. Бүгінде өзімізде келін түсіріп, ене атанып отырмыз ғой. Ата-анам үйге келсе, келіндерім тік тұрып сәлемін салады. Міндетті түрде басында орамал, үстінде көйлек халаты болады. Өйткені келіннің сыйластығы содан білінеді емес пе? Өзіміз де жасымыз 50-ден асса да, жасы үлкен абысындарыма, қайнағаларыма сәлем салып құрметтеймін. Одан белім бүгіліп, сағым сынып жатқан жоқ. Қайта алғыстарын алып бата естеймін. Келіндерім де менен көрген өздеріне үлгі етіп жүргені анық. Анам жаман келін болды деп айта алмаймын. Қазіргі күнге дейін ол да үлкен ата-апаларымызға сәлем салады. Басынан орамалын шешпейді. Неге соны келіні өз санасына сіңірмейді екен? Күні ертең өзі де келін алады ғой. Сонда қандай ақыл айтып жол көрсетеді деймін. Көршім Гүлім апай да дәл менің анам сияқты болған екен. Қазір менің келіндерімді көріп қызығатынын жасырмайды. Кейде өз ісіне өкініп, көзінің жасын сығып, даусы дірілдеп қалады. Анам да бізге ашық айтпаса да көршімнің кебін күйіп жүргенін сеземін. Амал қанша?